Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Жансая. Арасы тесік болып шығатын жұмсақ блинчик әзірлейтін боламыз. Бізге керекті 3 дана жұмыртқа, құмшекер, тұз, кішкене араластырып жібереміз. Мендегі 200 граммдық стакандар, сол стакандармен өлшеп істеймін. Стакан болса стаканмен, немесе тараздарыңыз болса тараздармен өлшесеңіздер болады. Таразымен 200 грамм сүтімізді құямыз. 200 грамм ұн, осының ішіне жарты шай қасық ас содасын араластырып қойғамын. Жарты ұнымызды салып, кішкене араластырып жіберіп, сәл ыстықтау суымызды құямыз. 200 грамм қалған ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ішінде комақтар қалып кетпеуі керек. Түйіршіктер ұнның үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Сұйық майымыз бір келкі араласқанша. Енді табамызды қыздырып алып, табамыздың бетін майлаймыз кішкене. Табамыздың өлшеміне қарай ожаумен құймағымызды құямыз. Бастапқы кезде бірінші пісіргенде кішкене жапсады, ол ештеңе етпейді. Кейінгілері жабыспай, әдемі болып пісіп шығады. Осындай ыстықтай кезінде сармайыңызды жақсылап жағып қойсаңыздар, еріп, жұмсақ дәмді болады. Барлығын осылай құйып, пісіріп ала береміз. Көріп тұрғандарыңыздай, ендігісі жабыспай осылай алынады. Істеп көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Міне сіздерге көрсетейін, арасы қандай әдемі тесік болып шыққан. Міне көріп тұрғандарыңыздай, өте жұмсақ, дәмді. Бір жақсы жері, бұның жартысы су, жартысы сүт болса да, таза сүтке піскен секілді дәмді болып шығады. Істеп көріңіздер. Видеом ұнаса, лайк, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Бастысы тіркеліп алыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің басқа да салған видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін. Менің каналымда бұдан да басқа дәмді рецепттер бар. Кіріп көріңіздер. Осындай дәмді пирожкидің рецепті бар, жұмсақ болып шығатын печенье, торт және бисквитті қалай істеу керек екенін пышный етіп барлық рецепттер бар.